жаңадан жұмысқа тұрып, педагогикалық өмірін жаңадан бастаған ұстаздардан сұхбат алғалы отырмыз. Өйткені ол ұстаздардың еңбек өтілі 30 жылға толып отыр. Сол ұстаздардың бірі мектебіміздің директоры Құнанбаева Салтанат Какимовнадан сұхбат алғалы отырмыз. Салтанат Какимовна, тәуелсіздік құндылықтарын қалай түсінесіз? Мен тәуелсіз Қазақстанның азаматшасымын. Тәуелсіздік ұлтымыздың, дәстүріміздің, салт санамыздың мызғымас тірегі, күші, алтын діңгегі, ең бастысы құндылығы. 1991 жылы еліміздің Қазақстан деген атпен бүкіл әлемге алғаш қадам басқан жылы. Сол сәттен бері 30 жыл уақыт өте шықты. Мен Қазақстан үшін мақтанамын. Өйткені біздің құндылығымыз, ол біздің тәуелсіздігіміз. У всех государств есть свои ценности, и у Казахстана тоже. Мне кажется, самой главной ценностью Казахстана является народ, от младенца до аксакала. Свобода тоже одна из главных ценностей Казахстана. Семья, уважение к старшим, гостеприимство. Тәуелсіздік бізге берген үлкен бақ. Тәуелсіздіктің ең бірінші құндылығы ол халық. Сол халықтың сөйлейтін тілі, мәдениеті, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, тілі мен діні ата-бабаларымыздың мұра етіп қалдырған ұлан-ғайыр жері. Осылардың барлығы тәуелсіздіктің құндылығы деп білемін. С обретением государственной независимости в Казахстане наступает великая эпоха переоценки ценностей. Но неизменными, я считаю, являются именно духовные ценности, которые включают в себя межнациональное согласие, так как наша страна является многонациональным государством, где проживают люди разных национальностей и культур. Патриотизм, свобода, взаимовыручка, уважение к старшим. Все эти ценности я воспитываю у своих учеников. Тәуелсіздік ол ата-бабаларымыздың ұзақ күткен асыл арманы. Біздің тәуелсіздігіміз ол біздің ең басты құдіретіміз, құзыретіміз. Осы 30 жылда біз қандай жетістікке жеттік деген сұрақтар келеді. Сол кезде біздің тәуелсіздік мемлекетіміздің жеткен жетістіктері, ішкі және сыртқы жетістіктерін атап өтсек болады. Ең бастысы ол білімде жеткен жетістігіміз. Мысалға өзімізді айтып отырсақ, өзіміз осы тәуелсіздік жылдың арқасында шетелде мемлекетке оқуға бардық, ел ішінде әртүрлі қалаған мамандық иесі болдық. Соның бірі мысалға өзіміздің жан қалауымызбен мұғалімдік жолын қабылдадық. Келесі сұрағым, осы жылдары қандай жетістікке жеттіңіз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Тәуелсіздік жылдарындағы менің ең бірінші жетістігім мектепке ұстаз болып қабылдануым. 1991 жылы мен ұстаздық қызметімді Шарал қаласында бастадым. Содан бері 30 жыл уақыт өтті. Ал осы жылдардағы екінші жетістігім білім мен тәрбиені ұштастырып отырған Шарал қаласындағы іргелі білім ошағы Шарал нөмір 1 орта мектебіне басшы қызметіне тағайындалу. Ендігі мақсатым елімнің іргетасының берік болуына, қарқынды дамуына барынша үлес қосып қызмет ету. Тәуелсіз елдің болашағына құндылықтарға негізделген білім мен тәрбие беруді ұштастыра жүріп, білімді, креативті, саналы, нағыз патриот шәкірттерді тәрбиелеп шығару. Тәуелсіздік жылдарындағы ең үлкен тағы бір жетістігім Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен 2 мәрте марапатталдым. Сондай-ақ жылдағы орта мектептер арасындағы оқу жылы рейтингісінің қорытындысы бойынша жоғары көрсеткіштерге жеткен үшін Шарал қаласы нөмір 1 орта мектебі жүлделі қатарынан 1 орынға ие болып отыр. Бұл әрине тәуелсіздік жылдарындағы кәсіби даму менен білікті орта және кадр әлеуетінің мықтылығы деп білемін.
Так как мы учителя начальных классов, у нас достижения в основном связаны с ежедневным кропотливым трудом. Мы учим детей писать, читать, решать, учим дружелюбному отношению, уважению государственных символов, ценностей каждой страны. Одним из достижений моей профессиональной деятельности является то, что в данной школе работает 2 учителя, мои ученицы. Это Плахута Наталья Григорьевна и Лебедева Маргарита Васильевна. А в прошлом году в республиканском конкурсе мой ученик Маряшин Антон занял призовое место. Также мы участвуем в республиканских конкурсах пони, кенгуру, в Кио, и мои ученики занимают призовые места. Мен тәуелсіздіктің құрдасымын. Мен дүниеге келгенде, дүние есігін ашқан кезде ата-анамның қуанышы, мақтанышы болдым. Өмірімді мектептен бастап, оқуды аяқтағаннан кейін мектеп қабырғасында қызмет атқарамын. Аудандық, облыстық іс-шараларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Бұл менің тәуелсіздік жылдарындағы үлкен жетістігім. Мен ұстазбын. Қазіргі таңда шәкірттерімді ғылыми жобаларға қатыстырып, әлемді қалыптастыратын тұлғаларды дамытып жатырмын. 2 баланың анасымын. Бұл менің үлкен жетістігім. Жастарға мен мынандай бақыт беремін. Қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының ұлағатты сөзінен бастағым келіп тұр. Атамның баласы болма, атамның баласы бол демекпін. Себебі тәуелсіздіктің тұғыры биік болу үшін қай жақтан білім алсақ та ел үшін қызмет жасау керек деп есептеймін. Ко мне приходят самые маленькие ребята. Учу их чтению, письму, математике, а также мы постоянно участвуем в конкурсах пони, Акбата, русский медвежонок, Кио. Свои работы мы помещали в газете «Дружные ребята». В школе я являюсь учителем-исследователем, провожу исследовательскую работу, являюсь также наставником для молодых специалистов, школьным тренером. Жетістігім, менің жетістігім, менің отбасым деп айтсам болады. Өйткені осы еліміздің тәуелсіздігінің арқасында біз еркін отбасы құрдық, еркін мамандық иесі болдық, еркін бәрін өзіміз еркімізбен таңдадық. Мен Аллаға шүкір, өзім қалаған мамандығыма түсіп, 4 жыл білімімді аяқтап, одан арқата оқуымды дамыттым. Қалаған шетелге барып, одан тұрмысқа шығып, қазір 2 баланың анасымын. Ол менің жетістігім деп ойлаймын. Және де оқушылармен мақтанып тұрамын. Менің әр оқушым, менің әр жетістігім деп ойлаймын. Мұғалім өз оқушысымен мақтанады. Шүкір, оқушыларым қазір елді бір жерлердің мамандығы иесі болды. Мен оқуымды бітіре салысымен, осы 4 жыл оқуымды бітіре салысымен колледжге мұғалім болып түстім. Сол жері ол педагогикалық колледж болатын Астана қаласында. Сол колледжде жаңағы жас мамандарды дайындадық, мектепке дейінгі мамандарды дайындадық. Қазір сол кездегі оқушыларым, студенттерім Астана қаласында бір жердің маманы болып отыр. Бір оқушым, студентім, бір менің меңгерушісі балабақшаның. Бір оқушым мектепте мұғалім. Сол оқушылармен мен әрқашан мақтанамын. Олар менің жетістіктерім. Жақсы, рахмет. Енді ыстық лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті жерлестер, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына қол жеткізіп отырған барша азаматтар. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Ынтымағымыз бен бірлігіміз ажырамай, амандықта, саулықта өмір сүрейік. Еліміз бен жеріміздің айбыны асқақ, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Қазақстан мәңгі ғұмырлы болсын. Я желаю каждому гражданину в день 30-летия нашей Родины, в день независимости Казахстана, самое главное – крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, богатого дастархана, и чтобы в каждом доме был слышен детский смех. Менің ыстық лебізім тәуелсіздігіміз баянды, өміріміз мәнді, тұғырымыз биік, көк туымыз желбіреп, еркіндікті аңсаған қыранымыз,
көкте қалықтай берсін. Дорогих коллег, родителей, учеников поздравляю с государственным праздником. От всей души желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, дальнейших успехов в работе, творческого подъема, благополучия и успешной деятельности на благо нашей Родины. Айтатын жылы лебізім, тілегім тек білімді болыңыздар, алға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Қазіргі біздің Қазақстанның болашағы тек білімді жастардың қолында. Сол үшін оқыңыздар дегім келеді.